известнее, чем Пушкин, никого на свете нет. Петропавл тұрғындары орыстың ұлы ақыны Александр Пушкиннің туған күнін атап өтті. Атаулы датаға орай ақын мүсінінің алдында «Мен Пушкинге асығамын» атты әдеби шара ұйымдастырылды. Мерекелік шараға студенттер, оқушылар мен қала тұрғындары қатысты. И мы, любители Александра Сергеевича Пушкина, собрались. Біз Александр Сергеевич Пушкинді жақсы көретін адамдар. Бүгін орыс ақыны прозаиктің туған күніне 218 жыл толуына орай жиналып отырмыз. Ол орыс тілінің, әдебиетінің, мәдениетінің дамуына сүбелі үлес қосты. Біздің жастар, студенттер ақынды еске алу үшін жиналды. Бүгін сонымен қатар орыс тілі күні атап өтілуде. Петропавлдықтар жылдағы дәстүрмен ақын мүсінінің алдына жиналып, оның рухына тағзым етті. 6 маусым күні сонымен қатар халықаралық орыс тілі күні атап өтіледі. Бұл атаулы дата 2011 жылы орыстың ұлы ақыны Александр Сергеевич Пушкиннің туған күніне орай бекітілді. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, режиссер Виктор Шалаев ұлы ақынның шығармашылығын ерекше бағалайды. Сөзінше, ақын орыс тілінің ұлтаралық қарым-қатынас тіліне айналуына өз үлесін қосқан. Алайда бүгінгі күні дара тұлғаның рухына тағзым етушілер жыл сайын азайып келеді дейді. Когда начинались праздники в нашем городе, Біздің қалада мерекелер басталғанда бұл жерде адамдар 10 есе көп жиналатын еді. Сондықтан мен қазір сіздердің алдарыңызда Пушкин мүсінінің алдына гүл шоқтарын алып келген кіші қауымның алдында орыс тілі ұлтаралық қарым-қатынас тілі деп айта аламын. 1997 жылы мамырдың 27 күні қабылданған жарлыққа сәйкес ұлы ақынның туған күніне орай Пушкин күні жыл сайын атап өтіледі. Бұл күні түрлі шаралар ұйымдастырылып, сайыстар өткізіледі. Мөлдір Тәңірбергенова, Данияр Темірғалиев, Первый Северный.